сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және оқу жылы жақындап келетқанға байланысты мен осы видеоны түсірдім. Бүгін мен сіздерге арнап мектепке киюге болатын бірнеше образдар дайындап қойдым. Және бұяқта қандай киімдер сатып алуға болады, қалай әдемі киінуге болатыны жайлы өзімнің кеңестеріммен бөлісетін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, пайдалы болады деген ойдамын. Ал ендеше көп сөйлемей осы видеоны бастайық. Алғашқы образ минимализмді жақсы көретін адамдарға арналған. Бұл жерде бәрі өте оңай, қарапайым. Маңыздысы киімнің дизайны және тігілуі. Дәл сол образдың әдемілігіне әсер етеді. Ал мен рубашка жайлы айта кетейін. Бірінші ең базовый рубашка, жеңі ұзын оверсайз болу керек. Екінші ол жеңі қысқа, қатты оверсайз болудың қажеті жоқ. Мен қатты алғым келген, өңішке орай ала алмадым. Жеңі қысқа рубашкамен небір әдемі образдар жасауға болады. Үшінші ол акцентовый блузка. Кез келген өзіңізге ұнайтын алсаңыз болады. Енді дәл алдыңғы образға осындай жакет қана қостым. Мектеп формасына сай түсте. Тағы да бежевый немесе қара түстілерін алсаңыздар болады. Ал бұл жерде тек сөмке ауысты. Бұл шопер образды алдыңғы классикалық рюкзактан қарағанда әлде қайда сүйкімді қылып көрсетеді. Сөмкелер жайлы айта кететін болсам, ең кереметі ол осындай классикалық сөмке. Кез келген офисный образдарға сай келеді. Екінші осындай, осы жылда танымал болған корейский рюкзактар. Бұл рюкзактар образды сүйкімдірек қылып көрсетеді. Үшінші ол спортивный, спорттық киіммен немесе сабаққа шалбар киіп барсаңыз жақсы үйлеседі. Егер де сіздер үш сөмке емес тек біреу ғана алатын болсаңыздар, онда осындай однотонный рюкзак алсаңыздар, ол кез келген образбен жақсы үйлеседі. Ендігі образ дәл алдыңғыға ұқсайды, тек жакеттің орнына свитер киеміз немесе свитшот. Сонымен қатар ыстық болып кеткен жағдайда свитерді мойныңызға жапсаңыздар болады. Бұл тәсіл өте стильный болып көрінеді, тек менің свитерім сәл дұрыс емес. Одан да однотонный түстермен алыңыздар. Мен сіздерге жай пример ретінде осы свитермен көрсеттім. Енді рубашканың орнына осындай водолазка киеміз. Бұл сіздердің мектепте рұқсат етіле ма білмедім, негізі рұқсат етілуі керек. Водолазканы сонымен қатар ақ және бежевый түстерде алсаңыздар болады. Енді бірінші образдағы рубашканы водолазканы сыртынан киеміз. Ескерте кетейін, мен видеода дұрыс кимеппін. Негізі рубашканың алдыңғы 2-3 түймесі босатылып тұру керек. Өздеріңізде видеодан көріп тұрғандарыңыздай мен біреуін де босатпай киіп алыппын. Кешірім өтінемін. Енді дәл алдыңғы образдың үстіне жакет киеміз. Осы жылдары многослойность өте танымал, сол себепті ол әдемі көрінеді. Рубашканың 2-3 түймесін босатуды ұмытып кетпеңіз. Келесі образда мен юбканы шалбарға ауыстырдым, сонымен қатар спортивный рюкзак қолдандым. Шалбарлар жайлы айта кететін болсам, осындай классикалық оверсайздау шалбар алыңыз. Бұлардың көк түсі бар ма білмедім, сіз сабаққа қара немесе бежевый алсаңыз болады. Әрине бежевыйды сабаққа рұқсат ету екі талай, сол себепті қара немесе көгін қарастырып көріңіздер. Енді мына жерде мен бежевый водолазканы қолдандым. Водолазканы шалбардың ішіне салсаңыздар әдемірек көрінетін сияқты. Сонымен қатар аяқ киімге мән берсеңіздер, ол да ауысып кетті. Негізі классикалық образға осындай дерби деген аяқ киімдер немесе лофер алыңыздар. Олар кез келген классикалық образға керемет сәйкес келеді. Сіздерге тағы конверсі алуға кеңес берер едім, себебі оларда классикалық образды жақсы сәйкеседі. Жақсысы бұл аяқ киімді физкультураға да, джинсилармен де, көйлектермен де кие берсе болады. Однотонный іштен кесіз ақ кеды да жақсы вариант болып табылады. Мына образ, тура алдыңғы образ, тек водолазканың сыртынан ақ рубашка кидім. Тағы да рубашканың 2-3 түймесін босатуды ұмытып кетпеңіздер. Және соңғы образ дәл ең бірінші сияқты, тек базовый рубашканың орнына акцентовый блузка қолдандым. Достар, осымен видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Пайдалы болса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, және менің каналымда бірінші рет болсаңыздар міндетті түрде подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Ал ендеше бәріне бай-бай!